Бүгін біз анимациялы презентация жасауды үйренетін боламыз. Ол үшін бізге әрине Canva қажет. Canva деп жазып, осы сайтқа өтеміз. Бұл сайтқа қазір мен бірден кіріп кеттім. Сізде кірмейді әрине. Gmail аккаунт арқылы тіркелу қажет болады. Менде міне тіркелу жұмыстары жүргізілген, осыған дейін қолданып жүрмін. Сондықтан менде бірден кіріп кетеді. Сіз Gmail аккаунт арқылы тіркелесіз. Енді мұнда бізде презентация деген бөлім бар. Соған бірден өтеміз. Создать пустой дегенді басамыз. Сол кезде осындай жаңа бет ашылады. Енді біз анимациялы презентация жасауды үйренеміз. Яғни анимациясы қойылған презентация. Ол үшін мына сол жақ бөлігіне қарайтын болсақ, дизайн, элементы деген сияқты әрбір құралдар бар, иә. Дизайн деген бөлімге барып, бізге қандай тақырыптағы презентация керек. Мысалы, ол пәндік презентация болуы мүмкін. Мысалы, химия болуы мүмкін, физика болуы мүмкін. Қазір химия деп жазып көрейік. Химия деп жазатын болса, қарасаңыз, мынау мысалы коронаның белгісі тұр, ол про, яғни ақылау, оны біз жасай алмаймыз. Жасап болғаннан кейін істей алмаймыз. Сондықтан бізге тегін нұсқасын іздейміз. Мысалы, мына презентацияны қарап отыратын болсақ, мынау бізде дайын тұрған слайд 19 беттен тұрады. Применить 19 страницы дегенді басатын болсақ, бізге дайын 19 беттен тұратын өте әдемі стильде жасалынған керемет презентация дайын тұр. Барлығы да визуалды түрде өте үйлесім тапқан, түстердің қандай үйлесімділігі байқалып тұр. Ешқандай сіз қандай түске жазам деп отырмайсыз. Осыған өзгерту жұмыстарын жүргізесіз. Тек қана бұл жерде химия емес, дизайнға барып, мысалы тағы да біз өзіңізге қажетті пәнді жазыңыз. Литература дейік. Литература деп жазатын болсақ та, міне осындай бағыттағы презентацияны дайындап береді. Бізге біреуін өзіңізге таңдайсыз. Немесе биология жазатын болсаңыз, міне дайын, применить 19 страницы десек, дайын 19 страницадан тұратын биологиядан презентация дайын. Немесе біз физика деп жазайық. Физика деп жазсақ та, міне дайын бізде презентациялар бар. Дәл сол секілді информатика деп жазайық. Міне дайын презентация бар. Міне 22 страницадан тұратын презентация дайын тұр. Ешқандай еш жерден презентацияны істеп, қалай жасайым деп бас қатырмайсыз, барлығы да дайын тұр. Мына жерде қарап отырсаңыз, бізде 3×3 белгісі бар, және оның қасында уақыт тұр. 2 минут деген. Бұл бізде анимациясы қойылған, 2 минутқа дейін қойылған презентация түрі. Енді біз мына жердегі мысалы жазуларды өзгертеміз. Кәдімгідей мысалы сабақтың тақырыбы дейміз. Егер сізге мына үстіндегі жазылған аймақ қажет емес болатын болса, мышканы әкеліп бір рет шертсеңіз, удалить деген бар, сонымен алып удалить етіп тастасаңыз болады. Тағы да егер мышканы былай жылжытсаңыз, еркін жылжиды. Егер сізге тағы да текст қою қажет болатын болса, осы жерден мысалы добавить основной текст дегенді қойып, осы жердегі сіз өзгерту жұмыстарын жүргізе аласыз. Мәтінді енгізгеннен кейін бізде әрине оның шрифтісі ұнамаса, мына жерден барып қажетті шрифтінің түрін таңдасаңыз болады. Шрифтіні үлкейте аласыз, кішірейте аласыз, түсін өзгерте аласыз. Бұл жерде цвета документа дегеніміз осы дизайнға келетін түстерді өзі подбор жасап таңдап тұрады. Басқа да түстерді таңдағыңыз келсе, астында бар және добавить цвета деген жерден палитрадан өзіңізде былай қойып алсаңыз болады. Одан кейін эффекты дегенге басатын болсақ, жазуымызға кішкене стилін әдемірек етіп қойсақ та болады, осылай етіп. Одан кейін бізде анимация деген бар. Анимация дегеніміз, яғни осы біздің жазуымыз қандай да бір қозғалысқа, яғни анимацияға енгізу қажет болса, онда сізге жоғарыдан келу қажет па, былай келу қажет па деген сияқты анимацияның түрін таңдайсыз. Бұл жерде анимацияның түрі өте көп. Өзіңіз қалағаныңызша таңдап аласыз. Енді біз элементы дегенге барамыз. Элементы дегенге барып, осы жерге анимациялық GIF форматындағы, яғни қимыл қозғалысы бар бір суретті енгізейік. Мысалы біз компьютер деп жазсақ, міне все деген бар, графика деген бар. Графика дегеннің ішінен мына бір компьютердің суретін алып қарайтын болсақ, ол жерде қарап отырсаңыз анимация қойылған GIF бағытында да. Осы жерден осыны әкеліп, мысалы мына жерге қойып қойсаңыз болады. Фото деген бар, мында видео деген бар. Енді қарасаңыз, компьютер деп жазсақ, бізге видео әкеліп көрсетіп те тұр. Көбі про версиядағы екен. Бізге егер тағы бір страница қажет болатын болса,
мына жерден мышканың оң жағын басып добавить страницу дегенді басып, егер мына сізге компьютер бағытында видео қажет болатын болса, осыны үлкейтіп қойып қойсаңыз болады. Міне видеоны да іздеп жүрмейсіз, дайын тұр. Үстінен бассаңыз видео жүріп жатыр, барлығы дап-дайын. Видеоны қойдық, мәтінді өзгерттік, түсін барлығын өзгертуді үйрендік. Міне барлығы элементыға барған кезде жаңағы суретті іздедік, соның ішінде қозғалыстағы сурет деген сияқты. Міне графика, фото, графика дегенге баратын болсаңыз, мысалы сабақтың тақырыбын жазған кезде ерекшеленіп тұру үшін мынадай бағытта плашка деп айтып жатады ғой, бізде мынадай етіп артына фон қойып қойсаңыз болады. Мысалы мынау ерекше болып тұру керек. Осыны белгілеп алып, расположение деген жерден на задний план деген таңдасаңыз, мына жазу бетіне шығатын болады. Енді кішкене қазір түсі келмей тұр, сол түсті өзгертеміз. Мысалы енді келген сияқты, осындай сияқты плашкілерді де қоя аласыз сіздер. Неше түрі бар? Аудио деген бар, музыкалар қоя аласыз. Рамка дегендер бар, рамка қоя аласыз. Осындай бағытта. Мысалы, мына бір рамканы қойып жатырмыз. Рамка дегеніміз ол оның ішіне сурет қоюға мүмкіндік береді. Жұмыс үстелінен мен сурет алып келейін. Ол үшін загрузки дегенге барып, загрузить файлы дегенге барып, рабочий столдан суретті таңдап алдым делік. Загрузка жүріп болғаннан кейін осы суретті үстінен басып, мына жерге әкелемін. Сол кезде қарап отырсаңыз, мына рамканың ішіне бірден салынып кетті. Байқасаңыз, осы кезде рамканың көмегі өте зор, яғни ол элементыйдың ішінде рамка деген жерде. Енді мына жерде артында жасыл фон тұр, жасыл фон ұнамаса, мына жерде жоғарыда цвет фона деген жер бар, сол жерден басып, мысалы мынадай түсті етіп, фонын да өзгерте аласыз. Қазір мына түске қоя берейік. Қандай да бір әрекетті дұрыс жасамасаңыз, біз алдына келіп отырамыз, кәдімгі PowerPoint, Wordта жұмыс жасағандай назар деген сияқты. Дайын презентациямызды біз қалай жүктеп аламыз? Ол үшін поделиться дегенді басып, бірден скачать дегенді баспаймыз. Егер скачать дегенді басатын болсақ, PDF форматта бізді фото қылып сақтап тастайды. Еще дегенді басып, мына жерден Microsoft PowerPoint дегенді таңдаймыз. Скачать дегенді басамыз. Міне бізде сабақтың тақырыбы деген тақырыпта PowerPoint форматында жүктелінді. Біздің компьютерімізді қойдық және қозғалып тұр. Ол келесіне барайық. Мына жерде бізде видео жүріп жатыр. Оған звук та қойсаңыз болады. Мен тек қана видеоны қойдым. Келесі бетке өтеміз. Осылай анимацияда қоя аласыз жалпы. Енді айта кетерлігі, мына жерде объектілердің барлығына егер анимация қажет болатын болса, анимация қойыңыз. Ол үшін белгілеп тұрасыз. Сол кезде мында анимация деген болады. Ол мына жақта анимация для страницы деген бар. Ол артқы фонның қалай шығатындығы. Ал егер нақты объектіге, нақты суретке анимация қойғыңыз келсе, мұнда мышкамен ерекшелеп аласыз да, анимация дегенге барып, осы жерден анимацияларды мысалы таңдайсыз. Қалай оның орналасқандығы сізге маңызды. Егер барлық бетке анимация қажет болатын болса, онда барлығын Ctrl-ды клавиатурадан басып тұрып белгілеп аласыз да, сосын анимация дегенге барып, мына жерде қандай бағытта шыққанын қалайсыз. Осылай етіп те сохранить етіп алсақ болады. Егер сізге PowerPoint емес, осыны дайын видео форматында жүктеп алғыңыз келсе, онда ол үшін скачать дегенді басып, видео MP4 деген таңдаймыз да, скачать дегенді басамыз. Егер сіздер өзгеріс енгізбейтін болсаңыз, ал егер PowerPoint форматында сақтап алсаңыз, онда кез келген уақытта міне ашып тұр, барып мысалы өзгерістер енгізе бересіз. Мына видеоны кішірейтесіз мысалы. Видео форматында да жүктеп алдық, міне дайын біздің слайдымыз тұр. Қандай да бір байқауларға бетіне запись жазып, осылай видео форматында да жібере қойсаңыз болады. Бұл Canva-ның бір артықшылығы десек те болады. Осымен біздің бүгінгі анимациялы презентация жасау сабағымыз мәресіне жетті. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қалдыра кетіңіз. Егер видео пайдалы болса, лүпіл қойып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп, әріптестерге бөлісе отырыңыз. Кәделеріңізге жарасын.